Қымбатты көрермендер, біздің қонақжай студиямыздың келесі мейманында келді. Таныс болыңыздар. Қанат Маратұлы, Алматы облыстық дін істері басқармасының дін танушысы және де психолог. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, Алла разы болсын. Көңіл күй қалай аға? Өте жақсы. Енді биыл өзі ерекше жыл. Біріншіден еріктілер жылы. Сонымен қоса Хакім Абайдың 175 жылдығы. Әл-Фараби әлемнің екінші ұстазының 1150 жылдығы. Керемет жылдары биыл. Дұрыс айтасыз. Енді осыған дайындық қалай болып жатыр сіздер жақта? Әлбетте енді дін істер басқармасы тарапынан дайындық өте жақсы әлбетте. Өйткені қаншама мақалалар, байқаулар жарияланып жатыр. Қазір кезде мысалға жастардың, мен уақыт бар болса айтып өтейін. Бір жылдар осы Нарынқолға барған едім. Мұқағалидың ауылына барған кезде, осы Жұматай Оспанұлы деген ағамыз алдында айтқан еді, Мұқағалидың ауылына барсаң, кез келген көшеде кетіп бара жатқан баланы тұрғызып алып сұрасаң, Мұқағалидың өлеңін жатқа айтады деп айтып еді. Мен соған кәдімгідей күмәнданып қалғам, қалай болар екен. Жолда келе жатсам, бала шағаммен келе жатсам, бір кішкентай балалар шегірткемен ойнап отыр екен. Екі шегірткені алып бір-бірімен төбелестіріп отыр екен да. Сосын екеуін тұрғызып алдым. Атың кім осындай? Мұқағалидың өлеңін білесің бе десем, білем дейді. Екеуісі тұрып алды дағы жаңағыдай Мұқағалидың өлеңін жатқа айтып берді. Мен сол жерде енді бүткіл әлеуметтік желіменен, ғаламтормен тарап кетеді деп ойламадым. Бірақ қарасам, ғаламторға тарап, қазір күннің өзінде 30 мыңға шейін адам көріп тастаған кәдімгідей. Сол сияқты бұл Абайды да жан-жақты танысақ, кез келген баланы көшеден ұстап алып, жаңағыдай сұраған кезде Абайдың бір өлеңін болса да, бір тақпаған болса да, жатқа айтып тұратындай халге жағдайға келсек деп едім. Өйткені осы жақында ғана бір спортшыларменен бір дастархандас болып қалдым. Сонда Өзбекстанға барған екен. Өзбекстанға барған кезде Абайдың үлкен бір мұражай сияқты бір ашылған екен. Сол жерде 150 адам жұмыс жасайды екен. Ойлаңызшы, 150 адам жұмыс жасайды екен сол жерде. Ал енді 150 адам Абай, қазақтың Абайы, соны Өзбектің 150 адамына былайша айтқан кезде жұмыс тауып беріп отыр. Сол жақтың өзінде. Ал енді бізден барған спортшылардан сұрап, енді сен қазақсың ғой, қазақтың бір өлеңін айтып берші дегенде кәдімгідей кідіріп қапты бұл кісілер. Сонда қарап тұрсаң, ішің әлбетте кішкене қынжылады. Неге біздің спортшылардан бастап, жаңа еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін Абайдың өлеңдерін жатқа біліп тұратын уақытқа кеп қалдық негізі. Әрине. Енді Абай ағамыздың әрбір өлеңін жатқа айту үшін біріншіден ол кісінің не айтқысы келіп тұрған әрбір сөздің мағынасын тереңнен түсіну керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Бұл кісінің әрбір сөзі анау қасиетті Құранға және қасиетті хадиске жалғасып жатыр. Жаңа сіз басында бір Хакім Абай деп айтып қалдыңыз, Абайды хакім қылып тұрған, Абайды данышпан қылып тұрған не нәрсе? Біріншіден Абай ол көзі ашылған, көкірек көзі ашылған адам. Екіншіден басқаны да жүрек, көкірек көзі ашылып, ақылды болуға, саналы болуға, иманды болуға шақырады. Мысалға бір өлеңде Абай былай деп айтады. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек дейді. Ұйықтаған ой дегеніміз не? Ұйықтаған ой дегеніміз ол ақыл, былайша айтқанда. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ал сол ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек дейді. Ақылға сәуле дегеніміз не? Ақылға сәуле дегеніміз ол ақылға иман қосылмаса, хайуанша жүріп күнелтпек дейді. Мысалға айтайық, адам өзінің ақылымен ғана жүруі мүмкін. Ақыл адамды білім алуға шақыруы мүмкін, жаңағыдай бір жақсы болуға, ал бірақ ақ пен қараны айыруға ол тек қана иман әсер етеді. Көрдіңіз бе? Сол себептен де Абай атамыз айтады, жаңағыдай ақылдың көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, ақиқаттың сәулесі түседі дейді бұл жерде. Неге десеңіз, Абайдың және бір өлеңінде осыған жалғастырып айтқан сияқты. Қараңызшы, әрбір ақылды адамға иман парыз. Иманды адамға ғибадат парыз дейді. Көрдіңіз бе? Бір-біріне байланып тұр. Адам тек қана ақылымен жүрем дейтін болса да, адасуы мүмкін. Неге десеңіз, мысалы, қаншама данышпандар, данышпан деп біз санаған адамдар адасу үстінде болған. Дарвинді алсаңыз мысалға. Ақылсыз адам деп ешкім айта алмайды. Ол ақылды адам, ол ғалым. Бірақ адам маймылдан жаратылды деді, оның жүрегіне, ақылына сәуле қонбады. Иман қонбады, ол тек қана ақылымен жүрді, басқа адамдарды да адастырды. Осы жерде енді Шал ақынның бір сөзінде былай деп айтады. Иман қой. Кәдімгі қой сияқты. Иман қой. Ақыл қойшы, нәпсі бөрі дейді. Көрдіңіз, қандай нәрсеге ұқсатып тұр? Иман қой сияқты дейді. Қойшы болмаса ол жайылып кетеді. Ол кім көрінгенге сеніп кетуі мүмкін. Ақыл қойшы дейді, екеуі бірін бірі.
жаңағындай қарап тұратын. Нәпсі болса, ол бөрі сияқты дейді. Бөріге қой алдырмас, ердің ері. Жаңа қасқырға иманын алдырмас дейді, ердің ері. Таяғын мықтап ұстап қойшы тұрса, жоламас ешбір жаман шайтан пері дейді. Бір-біріне байланып тұрған нәрсе. Абай жаңағы айтып отырғандай, адамның көңіл көкірек көзі ашылатын болса, не болатын Абай атамыз былай деп айтады. Ең бірінші адамның ақылы, иманы оянған кезде, адам бірінші өзінің кінәсін, қателігін көре бастайды. Жүректе не бар? Біз енді көбінесе біреуден көруге дайын тұрамыз ғой. Осы Құдайға не жазып едім, Құдай бір айналдырса шыр айналдырады, не болмаса біреуден күнәні көре салғанға дайын тұрамыз. Абай айтады, жүрегімді байқасам дейді, ине дейін таз емес дейді. Қолмен алып тастауға апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес дейді. Көрдіңіз бе? Озған жер, Абайдың озған жері осы. Абай біреуден көріп тұрған жоқ, өзінен көріп тұр. Бұны Аллах Құранда айтады. Енді Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде былай деп айтады. Егер сендердің бастарыңа қандай да бір жаманшылық келетін болса, ол сендердің өздеріңнің нәпсілеріңнен дейді. Сендер өздеріңнен көріңдер. Ал енді адамның жүрек көзі ашылған кезде біз сол жүрегімізде не жатыр? Қандай кемшілік жатыр? Біз сол нәрселерді көре бастаймыз. Ал енді көкірек көзі ашылмаған адам, ол әлбетте жаңағы айтқандай, ол біреуден, басқалардан көруге дайын тұрамыз негізі. Сондықтан да ең бірінші Абай айтайын дегенім, адам баласын бір ақылды болуға, иманды болуға шақырады. Енді сізді психолог деп жатырмыз ғой, таныстырып. Осы психолог маманы болуға сізді итермелеген, жалпы соған алып келгенде осы дүниелер шығар, иә? Әлбетте, енді мынандай нәрсе, енді мен өзім сол мамандықты оқыған кезде ұстаздарымыз сұрайтын еді. Енді сол сабақты оқымасам да айтып тұратын енді, сен қайдан білесің бұны дейді. Қайдан білгенде мен бұны оқымасам да, ол өзі бір дін. Қарап тұрсаңыз, оны пайғамбарымыз айтқан, оны Алла айтқан. Бұл жерде тек қана оның аттары бөлек болғанымен, заты біреу ғана. Әлгі математикалық терминді айтады, қосылғыштардың орны өзгергенмен, қосындының мәні өзгермейді. Оның аты басқа болғанымен, заты біреу қана нәрсе. Одан кейін енді қарап тұрсаңыз, бұл өзі дін менен, діндегі бір артықшылық, сен оны айтасың, және өміріңде оны нәрсені қолданасың. Қолданасың. Мысалы, сен айтқан болсаң, балаларыңа мына нәрсені істеме, темекі шекпе деп айтқан болсаң, сен оны өзің шегіп тұрсаң қалай болады? Балаңа сен бұзық болма деп, өзің бұзық болып тұрсаң қалай болады? Діннің бір артықшылығы ол айтады, және оны өмірінде өзі қолдана алады. Мысалға, мен өзім сол жаңағы психолог, бір мамандығым психолог болған болса, көп көрем, айтады, біреулерді, мысалға, өлім аузынан қалған адамдарға ақыл кеңес беру мүмкін. Бірақ енді өзі адам өмірінде сол нәрсені орындай алмай жатқан болса, Абай атамыз айтқандай, жүректен шыққан сөз, ол жүрекке барып қонбай ма? Ол үшін айту үшін әлбетте ең алдымен ол нәрсе сенің өзіңнің көкірегінде, былайша жүрегінде болу қажет. Жалпы негізі қандай болса да ақылды айту оңай, бірақ та дегенмен соны өзіміз қолдана алмай жатамыз, орындай алмай жатамыз. Дұрыс айтасыз. Енді Қанат аға, мынаны қараңызшы, өзі Абай 3 жыл ауылдың молдасынан ілім алады. Одан кейін әкесі сол енді өзінің баласының енді кішкене білімге жақын екенін көреді дағыны, Құнанбай оны медресеге жібереді. 3 жыл медреседе оқиды. Енді бар жоқ 6 жыл тәлім алады да, ары қарай өзі ізденісімен, енді қазір қандай әрбір тек қана Қазақстанға емес, енді тіпті көршілес елдерге де ақыл, ой салып жатыр. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде өте дұрыс айтып отырсыз. Абайдың енді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай деп айтады. Балаларыңа 7 жасқа келгенде дінді үйретіңдер дейді. 7 жасқа келгенде дінді үйретіңдер. Өйткені нағыз адамның ең информацияны көп қабылдайтын кезеңі тура осы кез. Біз осы кезде кейде шатасып қалып жатамыз. Мысалға қарасаң, балаға жаман сөзді үйреткен болса, боқтатып, мысалға жаман сөздерді біреу қызық көріп, оны істеуі мүмкін. Ал бірақ анау 13 отау иесі дейді. Сол 7-ден 13 жасқа шейінгі уақытта жай ғана сол нәрсе күнделікті қайталап беретін болса, одан кейін оны тоқтату өте қиын болады. Оны тоқтата алмайды. Мысалға қарап тұрсаң, көптеген адамдар, ақылды адамдар бар, ақылды саналы адамдар, бірақ ішімдік ішіп жүр. Оның артынан әйелі жүгіріп жүр, бала шағасы жылап жүр, анасы дегенің балам қойсаңшы, ботам қойсаңшы, бүткіл туған туыс жиналып оны наркологияға жатқызады, анда жатқызады, ында жатқызады. Ол қоймайды да. Неге?
Өйткені оның ақылы бар, санасы бар, қойғысы келмейді емес, қойғысы келеді. Бірақ ол нәрсе оның бойына сіңіп қалды. Былайша айтқан кезде әу баста сөз деп қана қараған еді, ол ісіне айналды, ісі оның амалына айналды, амалы оның былайша айтқан кезде Шәкәрім атамыз айтқандай тағдыры болып бекітіліп қалды, қатып қалды. Сол себепті бұл жерде қарап отырсаң, Абайдың жаңағы әлемге танылған бірден бір себебі қасиетті Құранда не жазылады? Тура сол нәрселерге амал етеді. Жаңағындай соған шақырады. Мысалға, қасиетті Құранда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да мұсылмандарды қайрап жаңағындай істетеді. Абайдың бір сөзінде 16-шы қара сөзін айтайыншы, мысалға, біздің қазақ Құдайға құлшылығым лайық болса екен деп қам жемейді дейді. Ел не істесе соны істеп жүре береді. Әлі Құдай тағаланың өзін базардағы саудагерге ұқсатады дейді. Саудагерге мына зат алсаң ал, алмасам қайдан алам, бар осы деуші еді ғой дейді. Құдай тағаланы тура сондайға қабыл алсаң осыны қабыл ал, қабыл алмасам мен тілім келмейді. Мен қайдан алам басқа нәрсені дейді. Сон Абай айтады. Сонда оның тілін басқалардан бөлек жаратып қойып па дейді Аллах тағала. Бір адамдар айтады мына дүниеде, мен өмір бақи орысша оқымын дейді. 50 жыл орысша оқы. Сен орысша оқы, сен қазақша оқы, немісше оқы. Жоқ, ондай айырмашылығы жоқ бұл жерде. Үйренем деген адамға білем деп тырысқан адам үшін ешқандай бір кедергі жоқ. Аллах тағала бүткілін тілін бірдей қылып жаратып қойған. Баршасы тілін бірдей қылып жаратып. Енді біз қазіргі ұрпақта жаңа Еркебұлан айтты. Баршаға 6 жылдың ішінде Абай алған білімінің арқасында осындай әлемге танылды деп, қандай ғұлама болды. Қазір мүмкіндік өте көп балалар үшін, тіпті анау балабақшадан бастап тәрбиелеп жатырмыз, білім беріп жатырмыз, одан кейін оқуын жалғастырам деген дерді де жалғастырып жаңағы. Бірақ солардың ішінен Абайдай дана шығуы енді білмеймін, қалай сирек деп айтамыз ба? Айналдырған 45 қана қара сөзі ғой, дұрыс айтып отырсыз. Қалай балаларды қалай тәрбиелесек болады? Сіз айтпақшы жаңағы жас аралығында сондай бір 7 жастан бастап баланы үйрету керек дедіңіз ғой өзіңіз. Бағыт қалай ұстау керек? Баланы 7 жастан бастап емес, енді мен уақыт болса айтып өтейін. Жалпы баланы әкенің белінен бастап тәрбиелену керек. Ананың құрсағынан емес, әкенің белінен бастап тәрбиеленеді. Әке былайша айтқан кезде таза нәрсеменен қоректенуі, арам нәрсеге жоламауы, жаман сөз, жаман ұрлық. Мына ислам дінінде фиқ деген жаңағыдай ғылым саласы бар. Фиқта жазылады. Егер де ер адам бір харам нәрсе жасаған болса, сол күні жұбайымен жақындаспасын деген нәрсе бар. Өйткені неге? Мысалға қараңыз, бір нәрседен ұялған болсаңыз, бүткіл денеңізге әсер етеді ғой. Мысалға қызарып кетуіңіз мүмкін, тер шығып кетуі мүмкін, бүткіл. Қорықсаңыз бүткіл денеңіз шымырлап кетеді. Солай ғой? Тура сол сияқты адамның жаман ойы да, жаман әрекеті бүткіл денеге әсер етеді. Олай болса бір тамшы белде тұрған ұрыққа да әсер етеді. Ол нәрсе түскеннен кейін баланың келешекте қорқақ болуы, өтірікші болуы, мысалы, не болмаса оның жаңа ғалым, ғұлама болуының бәрі соған байланысты. Ойлаңызшы, ер адамнан түскен бір тамшы судың ішінде бүткіл сенің ақпаратың кетті. Мінезіңіз кетті әкенің, қаны кетті, түріңіз кетті, бойыңыздың бүткілі жаңағы балаға бүткіл информация кетті. Олай болатын болса, жаңағындай әкенің белінен бастап тәрбиеленеді. Одан қалды, бала дүниеге келген кезде ең бірінші баланың төбенде еңбек деген нәрсе болады, еңбек дейді, демалып тұрады. Ол өзі жасқа толғанша ма, 2 жасқа толғанша ма, демалып тұрады. Өте жұмсақ болады, сүйек болмайды ол жерде. Бұл адамның ең бірінші информация қабылдайтын нүктесі. Информация қабылдайтын нүктесі бұл. Бала төменде жүр, жерде жүр. Ол сонымен қабылдай береді. Құрсақтағы бала ести де біледі, түсіне де біледі, тыңдай да біледі деп айтамыз ғой. Олай болатын болса, ана бала құрсақтан шыққан соң жаңағы еңбекпенен қабыл. Енді қараңыз, есіктің алдына бір үй салайын деп фундамент құйдық дейікші. Фундамент құйдыңыз, фундаменттің шетінде мына банан қыстырылып қалды мысалға. Қыстырылып тұрып қалды дейік. Ал енді осының жартысы құйылып кетті. Фундамент қатпай тұрып бұны алатын болсаңыз, не істейсіз? Орнын жауып кетесің. Орнын жауып қоясыз. Орнын түзей саласыз. Солай емес пе? Ал енді ол қатып қалған болса не болады? Қатып қалған болса, онда бананды сындыруыңыз керек болады, не болмаса жаңағы фундамент сындыруыңыз керек болады. Солай ғой, қаншама зиян әкелесіз. Тура сол сияқты мына баланың еңбегі қатпай тұрып, жақсы сөздер айтып, кішкене жаман сөз үйреніп қалса, қой ботам олай болмайды деп айтып қатқанша түзеп алсаңыз болады. Қатып қалғаннан кейін ол сөз соның ішінде қалды. Кейін ол баланы түзеу үшін не ұруыңыз керек болады, не ұрысуыңыз керек болады, не жаңағы бананды сындырып, не фундамент сындырған сияқты, не сөзді шығару үшін
жаңағындай балаңыздың тілін бұрау керек болады, не болмаса төбесін ою керек болады, былайша айтқан кезде. Көрдіңіз бе? Рахмет, Тәрбие деген түсінікті. қай кезден басталу керек? Енді уақыт та тығыз, сондықтан Абайдың бір жақсы өлеңін оқып, сізбен сұхбатымызды қорытындыласақ. Абай атамыз айтады: өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей, дейді Абай атамыз айтады. Сондықтан да Аллах тағала баршамызды сол терең ойдың түбіне еріп, ақиқатты көруді Аллах тағала бәрімізден нәсіп етсін. Рахмет, көп-көп. Рахмет, біздің бүгінгі қонақжай студиямызға келіп, осылай Хакім Абай жайлы біраз енді қысқа болса да енді сонша үлкендеу қылып, енді бізді көріп отырған көрермен мен тыңдап отырған тыңдармандарға да бір түйірдей ой айтып, енді әрқайсысы көріп тыңдап отырғандарда өздеріне керекті жерлерін түртіп алғанда шығар, енді өздеріне пайдасына да асырар енді. Енді Абай да сөйтіп айтқан ғой бірінші қара сөзінде. Ақ қағазға түсірдім, керек адам алар, керексіз болса өз сөзім өзіме деп айтты. Келгеніңізге рахмет, күніңіз сәтті өтсін, берекеге толы болсын.